Қазақстанда депутаттар су тасқынынан зардап шеккендерге салынып жатқан үйлердің құрылысымен танысты. Мұнда 775 үй бой көтерді. Жергілікті әкімдік бұған қосымша тағы 1500-дей пәтерді зардап шеккендерге сатып алып бермек. Қазір қала іргесіндегі Подстепный ауылының өзінде 100-ден астам үй салынған. Жаңа мекеннің болашақ иелері қоныс тойын тойлар күнді асыға күтіп жүр. Тамыз айында бітіреміз деді ғой жаңа енді. Бұйыртса соған сенеміз енді бітетті. Балдар сабақ қарғанша. Қазіргі жететін себеп қазір новыйдың аты новый ғой, қазір жақсы. Фундаменті өте биік, жақсы. Иә. Ризамыз енді бастап атқанына. Бұл табиғи апат дегенмен де ел халық бұны сұрап алған жоқ, тілеп алған жоқ. Бұл өкінішке орай біздегі еліміздегі мынау мемлекет басшысы айтып өткендей, осы төтенше жағдайлардың алдын алуы тиіс мемлекеттік органдардың тарапынан жіберілген қателіктердің салдары халықтың осыншалықты жапа шегіп отырғаны. Сондықтан да халық солардың кесірінен жапа шекті деген демек мемлекет бар күш-жігерін салып, қаражатты бөле отырып, дәл осындай жағдайда халық